мектеп оқушыларына, студенттерге, кишілерге және балаларына қызығушылық, яғни домбыраны үйренем деген қызығушылығы бар балалар, ата-аналарға домбыраны сатамыз. Табыс көздері бізде жарнамада, яғни маркетинг саласында таргетке салу арқылы жарнамалаймыз. Онан кейін клиенттердің сенімін арттыру үшін тегін жеткізу, жаңа айта кеткендей, домбыраны алса, екінші домбыра тегін деген секілді жеңілдіктерді қарастыру. Негізі жалпы айтқанда біз бір саланы екі жақты қарастырғанбыз ғой. Bir жағынан мектеп, бір жағынан бизнес идея алып ше. Қандай қызмет атқарасыңдар төртеуің? Мен жағазыма мен қатысуым. Қандай? Жоқ. Сол ішінде ма? Қызметтен. Қандай қызмет? Мен домбыра үйреніп. Домбыра тартып үйреніп. Бизнеспен осы айналысып деп отыр. Домбыра үйретесің сен, ә? Сен ше? СММ отыр. Не істейсің? Екеуміз ағайын екі топ. Екі топ қой. Домбыраны салып бересің ба? Сен ше? Ол реклама істейді. Реклама айналысқан ба? Сен? Buğaytır. Домбыра кім жасайды? Ол өзі. Мен ағайын. Олар өздері істемейді ғой. Домбыраны алып келіп, мен сұрап тұрмын ғой, жасайсыңдар ма? Алып келесіңдер, не істейсіңдер? Өздерің жасайсыңдар ма? Ол өздерің жасаған жақсы ол өндірген, иә? Өздерің өндірген заттарын сатқан жақсы ол. Ал біреуден алып келген затты сатсаңдар, қандай пайда түседі одан? Көп пайда түспейді, ә? Ал өздерің өндірсеңдер ол пайдалы болады. Және сапалы істеу керек. Ол ұялмай сосын назын көрсету керек домбырамызды. Ұялмай көрсететіндей болу керек домбыра. Е? Қанағаттанасыңдар ма? Дұрыс па? Жоқ, дұрыс қой, стратегия дұрыс қой. Алдама қойған мақсат қой. Орындайтын мақсат. Өте жақсы. Осы қызметті Өлмесбек фан групп ба? жасауларың керек қой енді. Өте жақсы. Соны қалай атқарасыңдар, соны жолдарын бәрін маған жазыпсыңдар. Еститіндердің бәрін. Жаман деп отыр. Кемшін тұстары болады ғой ол. Әрине, бірінші бастаған кезде кез келген нәрседе ол кемшін тұстары болады. Жақсы. Бұл бірінде жаңағы тәжірибе